Сәлем достар, мен қазір Балқаш қаласындамын. Бұл видеода Балқаш қаласындағы демалысым қалай өтті, қандай жерге тоқтадық, сол туралы толық айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, мына видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Ал мына көпір біз таңдаған қонақ үйдің көпірі болып табылады. Біз таңдаған қонақ үй бірінші береговая линия, яғни бірінші жағалауда орналасқан. Қарағанды қаласынан Балқаш қаласына біз 4 сағаттың ішінде жеттік. Жолы өте жақсы, яғни трассаның бәрі әдемі жасалған, әдемі. Ал достар, кеттік Комтаға обзор. Мінекей. Мына жерде бізде 2 адамға арналған төсек, стол, столдың үстінде біздің жолдан әкелген заттарымыз бар. И шкафчик, орындық 2 адамға арналған, холодильник және бізде сумаға кірет. Мына жерде телевизор бар. Жолдан әкелген заттарымыз біздің. Мына жерде чай, кофе, сахар, солар сіздің сумаңызға кірет. Тефаль, холодильник, ал және холодильниктің ішінде бізде сусындар бар. Жай су, пиво, сондайлар. Бұлар да сумаға уже кірет. Мына жерде уже бізде шашылады. Орналасып жатқанбыз ол кезде біз. Дальше мына жерде бізде туалет. Туалеттің ішінде бізде тоже бізге қажетті заттардың барлығы бар. Мына жерде шкафчигі, фен және жуынуға қажетті заттар, яғни шампунь, паста, щетка, туалеттің бумага, бұның барлығы уже біздің бағаға кіреді. Пляжға арналған орамал, ваннаға арналған орамалдар бар. Ал мына жерде балконнан ашылатын көрініс деген енді тамаша. Бұл сіздің жеке көкжиегіңіз. Осы жерде таңғы асыңызды ішіп, кешке закатты бақылайтын боласыз. Мына жерде астында подогрев пен бассейн бар, ал мына жерде столовый бар. Бұл жерде біз таңғы ас пен түскі асты ішетін боламыз. Ойнайтын алаңдары да қарастырылған. Ал мына балконда мынандай әдемі тамақ ішетін орын бар. Өте әдемі, өзімізге ұнады бұл. Ал біз қазір обедке кетіп бара жатырмыз. Қазір обедке не бар екенін көреміз. Біздікі екінші этажда орналасқан біздің комнатамыз. Міне, есіктен түсіп бара жатқан кезде осындай үй. Ана жерде администрация. Мен алғаш келген кезде администрацияға келіп регистрация жасайтын боласыздар. Және осындайлар өте көп. Осындай жатып демалатын жерлер осындай. Детский бассейн с подогревом. Балалар осы жерден шықпайды. Осындай орындықтар өте көп. Бірінші этаж. Бірінші этажындағы номерлер осындай бізде. Детский ойнайтын алаң. Мына артында да бар ойнайтын алаң. Қазір біз келдік столовый. Бұны бізде столовый 2 этаждық. Бірінші этажында да, екінші этажында да тамақтансаңыз болады. Сіз қазір, скорее всего, екінші этажға көтерілетін шығарсыз. Неге осындай видпен тамақ ішетін боламыз қазір. Неге қараңыздар. Қандай вид мынау. Түскі асымызды ішіп отырмыз. Мінекей түскі асқа мен бүгін оливье салатын, күріш, тауықтың сирақтары, борщ. Ал жолдасымда свекольник салаты, лапша, тоже рис и котлет. Ал біз пляжға кетіп бара жатырмыз. Дворы осындай. Әдемі гүлдері бар. Пляж первая береговая линия. Бірінші жағалауда орналасқан пляждары, жағажайлары. Осындай нәрселер бар. Катерлер бар, банандар бар.
Өте жақсы. Бағаларын білеміз. Жаға сіздер осындай тропинкалармен де барсаңыздар болады. Сіздерге міне шай берсін көрсеткен қазір. Шай берсін осында, ана жерде бар. Егер сіз ішетін болсаңыз, бұл жерден сатып алып ішсеңіз де болады. Ал шай берсінде осындай кран бар. Аяғыңызды жіберіп шай басаңыз болады. Осындай ақуыз жузулар міндетті түрде аяқтан сауырады. Кешкісін осылай маңайда аралап, сол жердегі кафелерден тамақтандық. 2 адамға 8000 теңге шықты. Комната кондер бар, сырттан келгенде сап-салқын әдем болып тұрады. Ал мынау бізде біз таңдаған отельдің 2-ші корпусы. Біз мына жерде орналасқанбыз. Мінекей. Мынау соның арты не жерде батут бар. Және балаларға арналған ойнайтын площадка. Мына өздерінің жеке парковкасы. Ана жақтарда лежактар бар. 2-ші корпус. Тоже осы жерге мынандай качелялар дейді ғой. Сондайлар өте көп. Кез келген уақытта сіздерге табылады. Балконнан ашылатын мына көрініс жаныңызды тыныштандырып, көңіліңізді көтереді. Таңғы кофеңізді көк жиектегі толқындарға қарап ішіп, күн батқанда табиғаттың сұлулығына тамсанасыз. Біз таңдаған демалыс орны Барковская деп аталады. Бұл жерде бағасы 2 адамға таңғы ас пен түскі аспен бірге 28.000 теңге. Демалушыларына барлық жағдай жасалған Барковская қонақ үйі сіздерге тыныштық пен жайлылық сыйлайды. 2 адамға 28.000 теңге бір күнге қалай шықты деп ойлайсыздар? Бізде өзімізге көңілімізге ұнады. Комментарияға өз ойыңызды жаза кетіңіздер және осы видеоға лайк басып каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.